Бүгінгі тақырып Африка жылы Франциядағы отаршылдық мәселелерінің шиеленісуі. Отарлар шикізат көзі, арзан жұмыс күші, нарық көзі ретінде. Отарлар және отаршылдық монополиялық капитализмге дейінгі кезеңде, тіпті капитализмнен де көп уақыт бұрын болған. 19 ғасырдың соңынан бастап отаршылдыққа тән ерекшелік батыс өркениетінің өкілдері болып табылатын әлемнің жетекші индустриалды елдері Ұлыбритания, Франция, Германия, Голландия, Испания, Италия, Португалия, ақш және тағы да басқаларының ірі отаршыл державалар арасындағы әлемнің аумақтық бөлінісін аяқтауында болды. Шығыс өркениеті елдеріне жататын Жапония белгілі бір ерекшелікке ие еді. Аталған елдер бүкіл Африка мен Полинезияны басып алып, Азиядағы және Латын Америкасындағы өз позицияларын нығайтты. Осылайша отарлық жүйе әлемдік құбылысқа айналды. Ал отарлардың шикізат, арзан жұмыс күші, нарық көзі және капитал құятын сала ретіндегі рөлі әлемдік нарықтың дамуымен бірге өсе түсті. Отарлық жүйенің ыдырау себептері. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы Азия және Африка халықтарының өміріндегі жаңа кезеңді ашты. Батыс Еуропа елдерінің бірнеше ғасырлар бойы құрған отарлық жүйесі 16-17 ғасырлардан бастап құлдырай бастады. Қытай мен Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің кең аумағын басып алған Жапонияның және фашистік Германия мен Италияның жеңілісі Азия мен Африкадағы шалғайдағы отар халықтардың азаттық алуына қолайлы жағдай туғызды. Көптеген халықтар алғаш рет өз мемлекеттілігін алды, өз тағдырын өздері анықтады. Басқа елдермен саяси, экономикалық және мәдени байланыстар орнатты. 60-шы жылдардың ортасына қарай әлемнің саяси картасында мемлекеттердің әлемдік қауымдастығының 50-ден астам жаңа мүшелері пайда болды. Отарлық жүйенің ыдырауы төмендегідей факторлармен түсіндіріледі. Біріншісі экономикалық фактор. Отар елдерде тау-кен өнеркәсібінің негіздері жасалды. Өндірілген тауарларға айырбастау үшін Европаға шикізат жеткізу жүйесі реттелді және жергілікті буржуазия қалыптасты. Бұл отарлық жүйенің экономикалық жағынан ыдырауына алып келді. Екіншісі саяси фактор. Батыс елдерінде демократияның артуы, халықтың барлық топтарының саяси өмірге араласып, отарларды басқаратын орталықтандырылған мемлекеттік мекемелерге қарсы болуы. Үшінші идеологиялық фактор. Отар елдерде еуропалық мәдени құндылықтардың білім беру, өмір сүру салтының кейбір тұстары белгілі деңгейде отаршылдықтың негізгі дәлелін Африка-Азиялық елдердегі еуропалықтардың өркениеттендіруші мәдени тәрбиелік миссиясы жөніндегі идеологиялық дәлелдемелерін әлсіретті. Ұлт азаттық қозғалыс Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде одан әрі күшті серпін алды. Бұл отар халықтарының метрополияларға Германия мен соғыста көрсеткен зор көмегімен байланысты болды. Отар елдерден қосымша әскер, азық-түлік, әскери өнеркәсіп шикізаты, тіпті кейбір әскери материалдар жіберіліп отырды. Оларды негізінен Англия алып отырды, тіпті француз отарларынан. Таяу шығыс, ең алдымен Иран, Ирак, Сауд Арабиясы британдық әскерді мұнаймен жабдықтады. Африкада генерал де Голльдің француз әскери бөлімдері құрылды. Отарлар олардың одақтастар ретінде қатысты және соғыстан кейін жауапты қадамдар күтуге құқылы болды. Соғыс жылдарында отарлар дербес өмір сүру және дамудың өзіндік тәжірибесін жинақтады. Жаңа халықаралық жағдай. Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде екі негізгі жеңімпаз КСРО және ақш болды. Енді олардың саясаты мен мүдделері әлемдік оқиғалардың бағытын айқындады. ақш соғысқа халықтардың еркіндік үшін күрес ұранымен қатысты және отар елдердің нарықтарына еркін қол жеткізуге ұмтылды. КСРО батыстың шығыстағы позициясының әлсіреуін және сол жерді өзінің ықпалына алуды көздей келе, империализмнің отаршылдық жүйесін жоюға белсенді әрекет етті. Азат етілген елдердің отаршылдықпен күресу отаршылдықтың ыдырауының күшті себепкері болды. Тәуелсіздік алғаннан және Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кіргеннен кейін олар басқа халықтардың еркіндігі үшін күреске араласып отырды. Осындай елдердің саны неғұрлым көп болған сайын Біріккен ұлттар ұйымының осы бағыттағы қызметі соғұрлым тиімді болды. Бұл елдер ұлт азаттық қозғалыстарға тікелей қолдау көрсетті.
Тәуелсіз елдердің болашақ бірлестіктерінің негізі осылайша қаланды. 1959 жылдың желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен 1960 жыл Африка жылы болып жарияланды. 1960 жылы Бельгиялық Конго өзінің тәуелсіздігін алды. Мына картадан көріп тұрсыздар, қызыл түспен берілген, бұл Конго. Есте сақтаймыз, 1960 жылы өзінің тәуелсіздігін алды. Британдық ең ірі отар ел Нигерия, мына картадан көріп тұрсыздар. Сонымен қатар британдық бақылауда болған Сомали, мына картадан көріп тұрсыздар, тәуелсіздіктерін алды. Жалпы алғанда 1960 жылдары 17 африкалық мемлекет тәуелсіздікке ие болды. 1961 жылы Сьерра-Леоне және Танганьика, міне Сьерра-Леоне картадан көріп тұрсыздар, мынау Танганьика жасыл түспен. Міне осы мемлекеттер тәуелсіздігін алды. 1962 жылы Уганда өзінің тәуелсіздігін алды, картадан көріп тұрсыздар. Ал 1963 жылы Занзибар және Кения, картадан көріп тұрғандарыңыздай. 1964 жылы солтүстік Родезия мен Ньясаленд, ал 1965 жылы Гамбия егемендігін алды. Британдықтар бұрынғы отарларда ықпалын сақтап қалу үшін барлық мүмкіндікті пайдаланды. Босатылған аумақтардың көп бөлігі достастыққа кіріп қана қоймай, сонымен бірге мемлекет басшысы ретінде ағылшын патшайымы екінші Елизаветаны жариялады. 1990 жылдардың ортасына дейін Африкадағы 11 мемлекет өздерінің мемлекеттік мәртебесін алды. Айта кету керек, африкалық елдердің көбі метрополиялармен тығыз байланыста болды. Олардың көбісі британдық және француз халықтарының достастықтарына кірді. Францияның отарлық саясатының құлдырауы. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына қарай Франция британдық отарлық империядан кейінгі ең ірі империялардың бірі болды. Ол 12 миллион шаршы шақырым аумақты алып жатты, ал адамдардың саны 70 миллионға жетті. Францияның отарлық империясының құрамына Солтүстік Африка, яғни Алжир, Тунис, Марокко, Батыс және Экваторлық Африка, Мадагаскар, Сомали, Сирия, Ливан, Индонезия, Индонезиядағы Камбоджа, Лаос және қазіргі Вьетнам аумағы, Үндістанның 5 қаласы, Полинезия, Жаңа Каледония, Жаңа Гебриттер, яғни Франко-Британ кондоминиумы, Гваделупа, Мартиника, Сен-Пьер және Микелон аралдары, Гвиана бөлігі, сондай-ақ бірнеше кішігірім аралдар кірді. Мына картадан көріп тұрғандарыңыздай, міне осы түрлі түсті түспен берілген жерлердің барлығы осы Францияның отарлары. Екінші дүниежүзілік соғыс қаналаған және отар халықтардың ұлт-азаттық қозғалысына үдете түсті. 1945 жылы Ливан, Сирия, Вьетнам және Лаосты бұл қозғалыстар жеңіске жетті. Соғыс отарлар мен метрополиялар арасындағы қарым-қатынастарға терең ықпал етті және Францияның отаршылдық саясатын түбегейлі қайта құруға мәжбүрледі. 19 ғасырдан бері француз отаршылдық саясаты қолданып келген қанау және пайдаланудың ескі түрлері жаңа жағдайларға сай болмады. Француз иеліктерінің көптеген халықтары саяси тәуелсіздікті қоса алғанда метрополияларға саяси талаптар қойды. Франция Үнді Қытайдан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталмас бұрын айырылды. 1941 жылы Франция Сирия мен Ливандағы мандаттық режимнің жойылатындығын жариялауға мәжбүр болып, 1944-45 жылдар осы араб мемлекеттерінің тәуелсіздігін мойындады. Мына картада көріп тұрсыздар, жерорта теңізінің шығыс жағалауындағы мынау Ливан мемлекеті, мынау Сирия мемлекеті, осы екі араб мемлекетінің тәуелсіздігін мойындады. Марокко және Тунис, картадан көріп тұрсыздар, мынау Марокко, мынау Тунис, яғни мына картада. Марокко, Тунис және Францияның басқа да Африка иеліктерінде ұлт-азаттық қозғалыс сапалы жаңа деңгейге көтерілді. 1945 жылдың мамыр айында Алжирде отаршыл билік басып тастаған
ұйымдаспаған қарулы көтеріліс бұрқ етті. Мұндай жағдайда француз билеушілерінің отаршылдық саясат саласындағы негізгі стратегиялық мақсаты Францияның отарлық империясының толығымен құлдырауын болдырмау болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін француз сыртқы саясатының қиындықтары отарлық істер саласында болды. 1958 жыл Франция үшін 5-ші француз республикасының құрылуы ретінде белгілі. Францияда Шарль де Голль билікке қайта оралды. Билікке келгеннен кейін генерал де Голль отаршылдық жүйе өз өміршеңдігін жоғалтқанын және француз отарлары болған мемлекеттермен ынтымақтастықтың жаңа жолдарын табу керектігін жариялады. 1958 жылдың маусымында Францияның өзіне қосылған халықтармен қарым-қатынасын қайта құру туралы заң қабылданды. 1958 жылғы конституцияға сәйкес француз одағы француз қауымдастығына айналды. Отар елдерге автономды негізде қауымдастықтың бөлігі болып табылатын 3 мәртебе теңіздің арғы жағындағы аумақ, теңіздің арғы жағындағы әкімшілік, автономиялық негізде қауымдастыққа кіретін мемлекетті таңдау құқығы берілді. Бұл жүйе Францияның отарлары күткен нәтижемен реформаларды бермеді. 1959 жылы Гвинея өзін тәуелсіз республика деп жариялады. Картадан көріп тұрсыздар, Гвинея мемлекеті. Осы оқиғалардан кейін Франция 1960 жылы конституцияға өзгерістер енгізді. Өзгертуде француз қауымдастығы тәуелсіз мемлекеттерді де қамтуы мүмкін екендігі айтылады. Конституциядағы өзгерістер Африканың қалған елдерінің де өз тәуелсіздігін жариялай бастауына алып келді. Енді Францияның отаршылдық саясаты бұрыннан келе жатқан көзқарастар мен өзара қатынас әдістеріне сүйене алмады. Сондықтан Франция отарлармен екі жақты ынтымақтастыққа баруға шешім қабылдады. 1960-1963 жылдары Франция бұрынғы отарлармен арақатынастардың жаңа жолдарын іздестірді. Қауымдастықтың құрамына кіретін барлық дерлік африкалық елдермен екі жақты әскери көмек көрсету және сыртқы және ішкі қауіп-қатерлер жағдайында қолдау көрсетуді қарастыратын әскери келісімшарттар жасалды. Алайда мұндай өзгерістер мен шаралар белең алған ыдырауды тоқтата алмады. 1961 жылдан бастап француз қауымдастығы іс жүйесінде тоқтатылды. Тек Алжир жағдайында Франция тәуелсіздікке тосқауыл қою үшін барлық күш пен құралдарды пайдаланды. Ол екі ел экономикасының интеграциялануына және Алжирде ірі мұнай кен орындарының табылуына байланысты 1954-62 жылдар аралығында, яғни 8 жыл бойы соғыс жүргізді. 1962 жылы Алжир тәуелсіздікке қол жеткізді. Бұл әлемдік қауымдастық пен 1960 жылы отар елдер мен халықтарға тәуелсіздік беру туралы декларацияны қабылдаған Біріккен ұлттар ұйымының қолдауы арқасында жүзеге асты. Отаршылдық жүйенің ыдырау салдары. Бұрынғы отаршылдық периферияда 100-ге жуық жаңа мемлекеттердің пайда болуының зор тарихи маңызы бар. Бұл мемлекеттер әлемдік саясатта маңызды факторға айналды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Азия, Африка, Латын Америкасы және мұхит елдері тәуелсіздікке қол жеткізіп, дамушы елдер деп атала бастады. Әлемдік саясатта олардың рөлі артты. Біріккен ұлттар ұйымы да көпшілік дауысы бар, олар өз шешімдерін қабылдауға айтарлықтай ықпал ете алды. Дамушы елдердің ең беделді халықаралық бірлестігі қосылмау қозғалысы болып табылады. Бұл бірлестіктің қызметі бейбітшілік пен ұлт-азаттық қозғалыстарды қолдауға бағытталған және кез келген көп жақты әскери одаққа елдердің қатыспауын білдіреді. Отаршылдық жүйенің құлдырауы бұрынғы метрополия елдерінің экономикасына елеулі әсер етті. Батыс Еуропа елдерінің ұлттық құрамы бұрынғы отарлар иммиграциясы есебінен өзгерді. Англия, Голландия, Франция, Бельгия, Скандинавия елдеріне Үндістаннан, Пәкістаннан, Алжирден және басқа елдерден келген иммигранттар ағымы ең алдымен жұмыспен қамту саласында елеулі экономикалық мәселелер тудырды. Бұрынғы метрополиялық мемлекеттер азық-түлік пен шикізаттың өзін-өзі тұрақты қамтамасыз ету жолына түсті.
Батыс Еуропа мемлекеттері өзінің табиғи ресурстарын өндіруді тездете бастады. Австралия, Канада, Оңтүстік Африка Республикасы және басқа да бұрынғы еуропалық отарлардың өндіруші салаларына инвестициялар көбейді. Нәтижесінде бұрынғы отарлардың халықаралық тауар айналымындағы үлесі көбеймей, керісінше азайды.